Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Смарт, менің анама қош келдіңіздер. Және бүгінгі түсіретін видео менде болды немесе болмады деп аталады. Инстаграм арқылы маған сұрақтар қойылған болатын. Егер де артық дауыстар шығып жатса, кешірім сұраймын. Үйде как всегда қонақтар бар, және мен енді уақыт тауып отырмын үй жұмысын жасап. Вот, енді мен сіздерге қазір осы сұрақтарды жауап беретін боламын, болды немесе болмады деп. Сондықтан да бүгінгі видео қызықты болады деп ойдамын. Сондықтан да бастаймыз. Ең бірінші сұрақ: сабақты орындамай барып, апай ұрысқан кез. Мен әрине достар, орындамай барамын кейбір сабақтардан, бірақ та не помню маған ұрысқанын, но мен кейбір кезде мазмұндамаймын, сол кезде ұрыспайды, просто білмеймін, не помню, бірақ осы жылы мен орындамай барып, сол мектепте орындап кетемін. Былай айтқанда болды, бірақ апай ұрысқан кез деп айта алмаймын. В общем, вы поняли, мен орындамай бардым, бірақ сол жақтан сразу орындай салдым, себебі менде үйде қолым бос болмағандықтан, бос уақытым болмағандықтан, мен дейтін сыныпта орындаймын. Артқа мынаға мән бермей қойыңыздар, кстати. Вот. Екінші сұрақ. Бірінші сұрақты дұрыс жауап, енді нақты дұрыс жауап бердім деп ойлаймын. Вот. Екінші сұрақ: біреуді ұрып, бір жерін көгертіп, немесе қанатып жіберген кез болды ма? Достар, мен 6-шы немесе 7-ші, мне кажется, 6 или 5 класстарда мен бір қызбен сөзге келіп қалдым. Сөйтіп, біз енді малолетка болдық қой, тупы болдық қой деп ше. И сол кезде біз дейтін типа тупелестік, о май гад, трэш. И мен класстағы ұлдардың да бір жерін, короче, естіпсем, бір ұл бар, біз класста өте қатты шулай береді, и потом, вот. И сол қыздың мен, короче, қолын байқамай көгертіп алдым. I'm sorry. Вот. Келесісі үшінші, то есть болды, бұл жауап бізде болды. Яғни екінші сұраққа мен болды деп жауап бердім. Бізде сабақтан 2-3 алған кез. Мен 2-3 алған кездерім болды, бірақ осы жылдары мен нәтиже алмадым. Енді күнделікті қарамадым. Мен вообще алмадым деп айтсам да болады, себебі мен 5-ші сыныпта соңғы рет 3 алған болатынмын. Әдебиеттен, қазақ тілден елеп, короче, бізге тақпақ жаттау берген, ал мен тупой оны ұмытып кеттім. И поэтому жаттамадым, күнделікке зерттеуге болмайтын. Енді обычно күнделікке қойға. Так, келесі: сыныптастарымен ұрысқан кез. Мен сыныптарда қыздармен көбінесе ұрыспаймын, көбінесе ұлдармен ұрысамын. Дегенде андай қыздармен ұрысатын ұлдар болады, өздері сондай. И солармен обязательно ұрысамыз. Вообще біздің класста ондай ұлдар көп. Так что болды. Так, келесі: инстаграмнан шашадым, жүргізгім келмейді деген кез менде болды. Мен былай көп сториске вообще шықпаймын ғой почти. Мен вообще постта да салмай кеттім. Мен вообще инстаграмнан почти активно болуды қойдым. Былай желанием кейбір кезде қашып кетеді, бірақ кейбір кезде ашылып кетеді. Өзімнің архив видеоларымды қарасам, біреудің қызықты стористерін қарасам, өзім шабытым ашып кетеді, шынымды айтсам. Блин, шулаватыр. Келесі сұрақ, яғни бұл бізде болды. Инстаграмнан шашап, жүргізгім келмей кеткен кез болады деп ойлаймын, әрбір неде блогерда. Келесі: жігітпен жүріп, оның сізге боқтауы. Шоза деп ше. Мен негізі соңғы рет андай малолетка болдым, малолетка миым жоқ болды ол кезде. Андай, короче, аңқау болатын. И сол кезде мен бір параллельдағы ұлмен жүргем. 5-ші класста. Трэш. 4 жыл өтті. Короче, 5-ші класста мен жүрдім, бірақ оны маған боқтаған жоқ, так что жоқ, болмады. Вот. Так, келесі: YouTube бастауыңа ата-анаң наразылық білдірген кез. Мен негізі YouTube бастасам, менің басында папам қарсы болған, яғни көп түсіре берме, былай деп, короче. Сосын мен дейтін кішкене табыс тауып, инстаграмнан табыс тауып та жатқан кезде, мен уже маған папам рұқсат берді, мамам вообще басында рұқсат берген жоқ, мамам маған идеялар тастайды дегендей, сондай. Енді мен осы кезде көп түсірмем ғой, баяғы кездерде көбінесе негізі YouTube көп түсіретін, вообще көп қойдым. Енді түсіруге тырысам енді. Так, келесі, яғни ол бізде болмады, наразылық білдірмеді. Келесі: артыңнан ит қуған кез. Болды, болмады деген сұрақ қойған кезде обязательно осылай сұрақ келеді, я. Артымнан менің ит қуды. Жазда
осы жылы емес, алдыңғы жылы да емес, как всегда 6-шы, 5-шы, 7-шы класстарда вроде мен велосипедім болған. Сол велосипедпен мен магазинге баратқанда қара кішкентай ит болатын. Сол менің артымнан всегда қуалайтын, поэтому мен велосипедмен бармайтынмын. Вот, сонда қорқатынмын, вообще болды. Так, келесі соңғы сұрақ, сабақтан 6 балл алып қалу. Менде достар, білмеймін, мен вообще күнделік кезекті қарамаймын. Вообще болды, болмады ма білмеймін. Ну, былай болмады деп айта салайын, енді болмады. Себебі мен күнделік кезекті көп қарамаймын. Апайлардың маған көбінесе айта бермейді, типа 6 балл алдың, бір бәле деп. Вот, поэтому мен 5-ке оқығандықтан енді тырысып жүрім оқып. Алдыңғы жылдар енді мен прям слабый болған болатынмын. Дым қоштарлығым болмаған. Ал осы жылы менің кішкене motivation болды. В общем, солай, енді осы сұрақтар бітті. Сұрақтарды қойғандарыңызға өте көп алғысым шексіз. Және де осындай 2-ші часть, 3-ші тесттер шыға береді, себебі сол үшін Инстаграмға тіркеліп қойыңыздар. Хочу говорить, что осындай болды болмады деген видеода Инстаграмнан қоямын ғой, сол кезде сұрақтарыңызды қойып алыңыздар, себебі ютубта сіздер дәл осылай шығатын боласыздар. Және де бүгінгі видео ұнады деп ойлаймын, сұрақтарыңызға қанағаттандырдыңыздар деп ойлаймын. Осымен видео аяқталды, барлықтарыңызға рахмет. Лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.